Николай Коперник әрқашан ғаламның негіздеріне алаңдаған адамдардың бірі. Осы поляк астрономының, математиктің, теологтың және дәрігердің дәстүрлі емес ойлауы оған ең ұлы ғалым болуға мүмкіндік берді. Ол жер әлемнің орталығы, ал күн және басқа планеталар оның айналасында айналады деп есенген ежелгі гректердің теориясын жоққа шығара білді. Поляк ғалымы әлемдік тәртіптің басқа гелиоцентристік теориясын негіздеп жасады. Балалық шақ. Николай Коперник 1473 жылы 19 ақпанда Германияның Торун қаласында дүниеге келген. Бұрын Пруссия мен Польша арасындағы шекараларды тұрақты деп атауға болмайды. Олар қалалардың атаулары сияқты жиі өзгереді. Қазіргі таңда ол ғалымның туған жері Торун қаласы Польшада орналасқан. Болашақ ғалымның отбасы интернационалдық және көп балалы болды. Әкесі, оның аты да Николай, көпес Краков тумасы. Анасы Барбара ван Центрода, ұлты неміс болған. Николай кенже бала болды, оның үлкен ағасы мен екі әпкесі болды. Апалы сіңілер есейіп, бір монах, екіншісі үйленіп, Торуннан кетіп қалды. Ағаның аты Анжей болатын. Ол өмір бойы Николайдың адал серігі болды. Екі ағайынды да тамаша білім алып, Еуропаның үздік университеттерінде бірге оқыды. Коперник отбасы бай және гүлденген болды. Бірақ гүлдену уақыты кенеттен аяқталды. 1482 жылы Еуропа елдерінде оба індеті басталды. Қорқынышты ауру көптеген адамдардың өмірін қиды. Олардың арасында көпес Коперник болды. 7 жылдан кейін Барбара да қайтыс болды. Жетім балалар күн көрсіз қалды. Олардың жағдайы апатты болды. Бірақ олардың ағасы жергілікті епархияның каноны ретінде қызмет еткен Лукаш ван Центрода араласты. Канон Люк қайтыс болған әпкесінің жетім балаларына қамқорлық жасауға белсене қатысты. Ол жоғары білімді адам болды. Краковтағы Ягеллон университетінде магистр дәрежесін және Болон университетінде канонды құқық бойынша докторлық дәрежесін алды. Лука канон содан кейін епископ қызметін атқарды. Ол өз руластарының өмірден лайықты орын табуға тек білім ғана мүмкіндік беретін жақсы түсінді. Николай жергілікті мектепті бітіргенде 18 жаста еді. Ағайындылар бірге оқу керек деп шешті. Ол олардың оқуына ақша беріп, Краковқа жіберді. Онда ағайынды Коперник Ягеллон университетінің студенті болды. Олар өнер факультетінде оқыды және бұл Николай Коперник өміріндегі жаңа кезеңнің тамаша бастамасы болды. Оны үлкен ғылыми жаңалықтарға жетеледі. 5 жылдан кейін оның Краков университетіндегі оқуы аяқталды. Коперникшілер Италияға баруға шешім қабылдады. Олардың сапарға қаражаты болмады. Олар сол кезде Эмерланд епископы болған ағасына қайта жүгінуге мәжбүр болды. Епископтың бос ақшасы болмады, бірақ ол бауырластарға жағдайдан шығудың тамаша жолын ұсынды. Коперниктіктер оның епархиясының канондары болды. Алдын ала 3 жылдық жалақысын алып, шетелге кетті. Епархия ағайындыларға оқуын жалғастыру үшін ұзақ мерзімді демалыс берді. Падуа университетінде ағайындылар тек теориялық білім ғана емес, практикалық тәжірибеде алып, медицинада оқыды. Феррара университетінде олардың зерттеу пәні теология болды. Николай осы оқу орнының қабырғаларын теология ғылымының доктор дәрежесімен қалдырды. 1506 жылы Коперник Польшаға оралды. Ол кезде Николай 33 жаста, Анжей 42 жаста болатын. Оқуды аяқтау үшін бұл жас ол заманда қалыпты деп саналды. Шіркеу Николайға сол кездегі ең жақсы оқу орындарында тамаша білім алуға мүмкіндік берді. Енді қарыздарды өтеу және мансап құру уақыты келді. Ол атақты дінтанушы болып қана қоймай, ғылыми ізденістерге де уақыт бөлді. Коперник ғаламды зерттеу жөніндегі жұмысын өмірінің соңында аяқтады. Оның кітаптары ол қайтыс болғаннан кейін ғана жарық көрді. Және бұл ғалымды құдалау және шіркеу қызметкерлерін қудалаудан құтқарды.
Джордано Бруно мен Галилейдің қайғылы тағдыры бәріміздің есімізде. Олар Коперниктің ізбасарлары және олардың радикалды көзқарастары үшін төледі. Коперник енді тірі болмаған кезде оның аспан сфераларының айналуы туралы кітабынан оқуға болатын негізгі идеялары бүкіл әлемге керемет жылдамдықпен тарады. Тек 1616 жылы шіркеу қызметкерлері бұл жұмысқа мұқият назар аударып, Коперниктің теориясын бидғат деп атады және ол туралы кез келген ескертуге тыйым салды. Алғашқы астрономиялық бақылауларынан кейін Коперник Птоломей қателескен деген қорытындыға келді. Ол қарапайым астрономиялық аспаптарды қолдана бастады. Олардың кейбірін өзі жасады. Осы қарапайым құралдардың көмегімен бақылаулар оған гелиоцентрик деп аталатын мүлдем қарама-қарсы теорияны шығаруға және негіздеуге мүмкіндік берді. Ол кезде қарапайым телескоптар да болмады. Аспан денелерін бақылайтын құрал жабдықтарының жоқтығы ғалымды үлкен қателікке апарды. Ол жерден байқауға болатын алыс жұлдыздар мен шамдар біздің планетамызды қоршап тұрған шарда орналасқан және бекітілген деп есептеді. Ғалым өмірінің соңына дейін бұл қате пікірден арылмаған. Поляк астрономы ежелгі грек ғалымдарының пікірін ұстанған Коперник теориясын кейбір бөлшектерін Йоганнес Кеплер жойып нақтылады. 30 жыл ішінде Коперник өзінің негізгі кітабын жазды. Бұл жұмысты 1543 жылы басып шығуға Польша астрономының сүйікті шәкірті Рейтик белсенді қатысты. Кітап ғалым өмірден өтер қарсаңында шыққан. Коперник кітапты Рим папасы Павел III-ге арнады. Ғалым өз еңбегін 6 тарауға бөлген. Бірінші тарау жердің бүкіл ғаламның сферасына арналды. Екіншісінде сфералық астрономияның негіздері және ғалымдардың планеталар мен жұлдыздардың орналасуын есептеу үшін қолданатын ережелері туралы оқуға болады. Үшінші бөлімнен оқырмандар күн мен түннің теңелу табиғаты туралы. Төртінші бөлімнен ай туралы білді. Коперник 5-ші бөлігін барлық планеталарға арнады. Ал 6-шы тарауда ендіктердің өзгеру себептерін түсіндірді. Ғалымның көп жылғы еңбегі астрономияның және ғалам ғылымының дамуына қосқан орасан зор үлесі болды. Коперник дүниенің гелиоцентрлік жүйесінің революциялық теориясын жасаудың арқасында әлемге әйгілі ғалым болды. Сонымен қатар, ол планеталардың нақты қозғалысын есептеуді үйренді. Барлық қала үйлерін сумен қамтамасыз ететін гидравликалық машинаның жобасын жасады. Коперник Грешем экономикалық заңның авторлары болды және өз елі үшін жаңа ақша жүйесін жасады. Жеке өмірінде оқуды бітіргеннен кейін Николай Коперник Фромборгта канон болды. Епископтың кеңесшісі және 6 жыл бойы епархия канцлері болды. Ағасы қайтыс болғаннан кейін ол Фрембургке көшіп, мұнда канон болды. Оның ағасы Анжей алапеспен ауырып, Польшадан кетіп қалды. Николай 4 жыл бойы канон болды. Содан кейін оны Вармия епархиясының канцлерінің орнына шақырды. Келесі 4 жыл Ольштың қаласында тұрып жұмыс істеді. Ол кезде соғыс болды. Пруссиялықтар Тевтон рыцарьларымен соғысып жатты. Ольштында Коперник өзінің әскери стратег ретіндегі талантын көрсетті. Ол бекіністің қорғанысы мен бастығы болды. Ол тевтондардың қысымына төтеп берді. 1521 жылы Николай Фромборгқа оралды. Тікелей міндеттермен қатар өзін білікті емші ретінде көрсете білді. Коперниктің емделушілері оның әріптестері болды. Бірақ ол қаланың басқа тұрғындарына көмек көрсетуден бас тартпады. Николай алғаш рет 55 жасында ғашық болды. Оның таңдаулысы Анна деп аталды. Ол ғалымның досы және шебер металл оюшы Мац Шиллингтің қызы болды. Астроном өзінің туған жерінде жас қызды кездестірді. Ол католиктік діни қызметкер болғандықтан Аннаға үйлене алмады. Оларға тұрмысқа шығуға немесе әйелмен қарым-қатынас жасауға тыйым салынды. Коперник шіркеу оны айдап салған қатал шеңбермен күресуге тырысты. Аннаны алыс туысым деп үйіне қызметші етіп орналастырды. Бірақ Николай мен Аннаның махаббаты ұзаққа созылмады. Жаңа епископ қол астындағы қызметкерді шақырып,
католиктік діни қызметкердің өз табынының мінез құлқымен азғыруға құқығы жоқ екенін еске салды. Анна Коперниктің үйінен кетіп қалды. Содан кейін қаланы мүлдем тастап кетті. Коперник өз жұмыстарын өмірінің соңғы жылдарында жариялай бастады. Біріншіден, 1542 жылы оның геометрия бойынша жұмысы жарияланды. Ал қайтыс болар алдында Николай қолында аспан сфераларының айналуы туралы кітабын ұстай алды. Ол 1543 жылы мамырда жақындарының ортасында бақытты қайтыс болды. Коперник өмірбаянының көптеген зерттеушілері оның өлімінің себебін инсульт деп атайды. Ұлы ғалымның күлі 21 ғасырда Фромброк қаласында салтанатты түрде қайта жерленді.